Барлығыңызға сәлем. Бұл сабақта осындай матрасқа простыня, резинки, пододеяльник және наволочка тігетін боламыз. Мата шығынын қалай есептейміз және матада қалай пішеміз, оларды көру үшін алдыңғы сабақты көруге кеңес беремін. Ал бүгінгі сабақта осы простыня, пододеяльник және наволочкаларымызды тігетін боламыз сіздермен бірге. Ал ендеше сәттілік бізге. Матрасқа простынямызды қырқып алдық, 4 бұрыш етіп, одан кейін 4 бұрышынан 31 сантиметрден екі жағынан былай 31, былай 31, былай 31, былай 31. Бірақ осылай 4 бұрышынан сызып алдық. Енді осыны қазір қырқып тастайтын боламыз. Неге 4 шетін қырқып алдық. Енді скрытый жасырын шовкпен тігетін боламыз. Ол үшін бірінші осылай оң жағын қоямыз да, теріспен терісті бір-біріне осылай беттестіреміз бұрыштарын. Неге ол үшін біз бұны скрытый шовпен, жасырын шовпен тігетін боламыз. Матрастың простынясын енді мынау қырқып алған бұрыштарымызды бір-біріне осылай қойып, оң жағын булавкамен қыстырып аламыз 4 бұрышында. Мынау бізде оң жағы. Бірінші оң жағынан тігіп аламыз. Содан кейін ішкі жағынан тігеміз. Мінекей бірінші матрастан бастасақ, матрастың менде үлкені, яғни осы размер кесілген макет емесі уже қырқып пішіп мен осылай буып қойған болатынмын. Астына ашық, жаңада макетте көрсетілгендей мынадай бұрыштарын оң жағын 4 бұрышында қосып шығатын боламыз. Яғни мінекей бұрышында қырқылған 31 сантиметріміз, яғни бір-біріне қосып 4 бұрышында 0,4 миллиметрде осылай закрепка беріп тігіп шығамыз оң бетінен. Мінекей бұрыштарын дұрыс қоямыз. Лапканы көтеріп закрепкамызды береміз. Бірінші бұрышымызды тігіп болдық. Мінекей екінші бұрышымызды әкеліп бір-біріне мінекей былай ашқан кезде осылай болып тұрады ғой, осылай қырқылған жер. Осы жерді осылай бір-біріне қосамыз. Басында да, аяғында да міндетті түрде закрепка береміз. Қазір біз бұны үтіктейтін боламыз. Осылай ашып, бір жағына қарай қаратып. Енді қалған екі бұрышын тура осылай тігіп аламыз. Неге жаңағы бұрыштарын тігіп алған тігістерімізді әкелеміз. Мына тігіс бізде, яғни жанын 31 сантиметр қырқып алып, бұрышын тіккен жерімізде осыны осылай қоямыз да. Бір жаққа қарай қаратып үтіктеп аламыз. Ортасын ашпаймыз. Осы тұрған күйінде бір жаққа қарай қаратып үтіктейміз. Мына жерде сіздерде артық шығып тұрған жіптер болып тұрса, сразу осы жерде қырқып тастаймыз.
Енді осыны теріс қаратамыз. Теріс қаратып, тағы да бір рет үтіктеп жібереміз. Енді осы тігісімізді мына бұрышынан ұстап, осылайынан именно осы арғы ортасынан бүктеп, осылайынан үтіктейтін боламыз. Тура осылай 4 шетінде үтіктеп шығатын боламыз. Осылайынан үтіктеп алдық, әп-әдемі етіп. Мынау бізде теріс жағы, оң жағы мынау. Оң жағы ішінде қалып кетті. Мынау теріс жағы. Енді теріс жағынан 0,4 мм-де осылайынан тігіс жүргізетін боламыз, закрепка беріп, басынан аяғына дейін 4 бұрышында. Закрепка береміз. Сол кезде бізде осындай тігіс шықты. Жақындатып көрсетейін қазір. Закрытый, ешқандай жіп, ондай ештеңе шығып тұрған жоқ. Мынау бізде теріс жағы. Ал мынау бізде ішкі оң жағы. Оң жағда өте әдемі, ұқыпты. Теріс жағда, ішкі жағда скрытый шовпен өте әдемі болып осылай өңделді. Енді 4 бұрышымызда тура осылай тігіп шығамыз, үтіктейтін боламыз содан кейін. Мінекей қазір тіккен жеріміз. Осылайдан қойып үтіктеп аламыз. Осылай болып шықты, теріс жағы. Енді оң жағынан да тағы бір рет бүктеп жүреміз. Бұрышты жақсылап шығарамыз. Ашып тұрып бүктейміз. Бізде осылай болып шықты сол кезде. Жақындатып көрсетейін. Бізде сол кезде оң жағынан тігісіміз осылай болып шықты. Ал теріс жағынан осылай. Скрытый, жасырын, өте құпты. Енді қалған 3 бұрышымызды тура осылай жақсылап парды беріп үтіктеп шығамыз. Мінекей 4 бұрышында осылай жақсылап парымызды беріп, оң бетінен де теріс бетінен де үтіктеп алдық. Енді мынау жиектерін, яғни матрастың астында тұратын резинка тұратын жерді бізге ішке қарай қайырып үтіктеп алу керек. Ол үшін біздің резинкамыздың несіне қараймыз, еніне. Мінекей менде ені 1 сантиметрлік резина. Осыған, яғни мен мына жерде 1,5 сантиметр етіп 2 рет қайратын боламын. Сіздерде 2 сантиметрлік резинка болса, 2,5 даже 3 сантиметр қылып қайра берсеңіздер болады.
мінекей бұрышын 2 сантиметр етіп қайырамын мен, потому что менде ені 1 сантиметрлік резина. Инемді алып қыстырамын. Осылай барлық етегінде 2 сантиметрге 2 рет қайырып, булавкамен қыстырып шығатын боламын. Мінекей барлық бұрышындағы осындай тігістерін бір-біріне осылай келтіреміз. Мінекей мына тігістің үстінде тұр, мінекей осылайынан. Ол былай немесе былай болып кетпеу керек. Енді осы булавкадан қыстырып алған жерлерімізді тігіп шығатын боламыз жиектерін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, прямо тақап мына жиекке, мынау жиекпен түптің арақашықтығы 1-2 мм ғана болады. Осылайынан өткізетін боламыз. Закрепка міндетті түрде береміз. Булавкаларды жақындаған сайын алып отырамыз. Мінекей осы жерде тікпей бір 5-6 сантиметрдей ашық жер қалдырамыз. Неге? Потому что осы жерден біз қазір резинканы кіргізетін боламыз. Осы жерде закрепка беріп тоқтаймыз. Мінекей резинкаға түйрек ұшымызды өткізіп, енді жаңағы ашық қалдырған жерімізден осылай айналдыра өткізіп шығамыз. Мінекей түйрек ұшымызды келіп, мына кіргізген жерімізден екінші жағын шығарамыз енді. Өзімізге керек ұзындықты алып, қырқып, екеуін бірге қосып, осылайынан қазір тігіс жүргізетін боламыз. Сосын ішіне кіргізіп, мынау ашық қалған жерімізде тігіп жүреміз полностью. Екеуін бірінің үстіне бірін қойып, закрепка беріп, осы жерді тігіп жүреміз қазір резинкамыз. Беріп, тігіп алдық резинкамызды. Енді осыны ішіне салып жүреміз де, мінекей ашық тұрған жерді жабамыз енді. Мінекей осымен біздің матрасқа простынамыз дайын. Енді қазір фотодиалектің тысы
матрасын тігіп алатын боламыз. Қазір ғана матрасымызға қаптап көреміз. Резинасы жағында. Мінекей пододеяльнигіміз. Бұны да пішіп орап болған болатын. Қазір осыны тігетін боламыз. Бұны да тура матрастың простынясын тіккендей скрытый шовпен тігіп шығаратын боламыз. Бірінші екі шетін тігіп аламыз полностью. Простынамыздың астыңғы бөлігін емес, екі шетін жаңа макетте түсіндіргендей тігіп шығатын боламыз. Екі шетін. Осылай оң жағын бірінші тігіп алатын боламыз. 0,4 мм-де. Осылай тігіс жүргіземіз. Закрепка береміз. Екі шетінде тігіп шығатын боламыз. Бірінші оң жағын, сосын үтіктеп, теріс жағынан тігетін боламыз. Екі шетінде тігіп алдық. Және простынямызды тіккендей, бұны да ашып, тіккендей, осылай бір жаққа қарай қаратып, үтіктеп алатын боламыз. Бірінші оң жағынан, сосын теріс жағынан тікетін боламыз. Мына бұрышымызды жақсылап шығарып, осылайна мына тігісімізді екі бүктеп, осылай үтіктеп шығатын боламыз. Мінекей тура осы әдіспен екінші шетімізде тура осылай үтіктеп аламыз. Одан кейін қайтадан машинкамызға отыратын боламыз. Мінекей екі шетінде үтіктеп алдық осылай. Енді закрепка беріп, теріс бетінен тігіп шығатын боламыз. 0,4-0,3 мм-де осылай. Закрепка береміз. Мінекей, соңында да закрепка береміз. Бір шетін тігіп алдық, осылай. Әп-әдемі болып шықты бұл да бізде. Бұл бізде теріс жағы. Енді екінші шетінде тура осылай тігіп алатын боламыз қазір. Мінекей, екі шетінде осылай тігіп алдық. Закрепкамызды беріп, басында да, аяғында да енді осы жерді үтіктеп аламыз. Осылайнан екі бетінде үтіктеп алатын боламыз. Бірінші теріс жағынан үтіктейміз. Одан кейін оң жағынан үтіктейтін боламыз.
мінекей осылай тігістерін жатқызып үтіктеп алдық. Екі шетінде бірінші теріс жағын үтіктедік, бір жаққа қаратып тігісімізді. Одан кейін оң жағынан жақшылап мына араны ашып үтіктеп алдық. Енді мына жерді 2 сантиметрге 2 рет қайырамыз. Мінекей қайырып, осы жерді үтіктеп шығатын боламыз. Пододеяльнигіміздің етегін 2 сантиметрге қайырып алдық. Енді осы жерден қазір тігіс жүргізетін боламыз. Тігісімізді мына жерге жақын етіп 0,2-0,3 мм-де тігетін боламыз. Закрепка береміз міндетті түрде. Мінекей бастаған жерімізге жеттік. Енді закрепка беріп тоқтаймыз. Мінекей. Енді осы жерді, мінекей мынау тігісіміз тұр ғой. Осы жерден былайынан 2-ге бүктейміз. Мінекей. 2-ге бүктеп, мына екеуін былай тең ұстаймыз. Қазір мынау біздің тіккен жеріміз. Мінекей. Осылай бір-біріне біріктіріп, осылайынан тігіс жүргізетін боламыз. Мына тігістің үстіне өтеміз тігісті. Мінекей, мынау бізде бір шеті, бастапқы шеті. 2 шеті болады бұлай бізде. Етегімізде 2 шеті бар, яғни. Мінекей, осы жерден бастап закрепка беріп тігіп келеміз де, ортасынан бір 35-40 сантиметрдей ашық қалдырамыз. Неге? Потому что біз сол жерден одеялымызды тігісетін боламыз. Және екінші бұрышына дейін, мына бізде екінші бұрышы 35 сантиметр ортада ашық қалдырғаннан кейін екінші бұрышымызға дейін тігіп закрепка беретін боламыз. Тек ортасынан 35 сантиметрімізді ашық қалдырып кететін боламыз. Мінекей, мен тоқтайтын жеріне өзіме булавка қыстырып қойған болатынмын. Яғни осы жерден закрепка беріп тоқтаймын. Тоқтадым. Мына жерден бастап қайта тігіп бастаймын. Мен булавка қыстырып қойған, яғни осы жерден бастап тігіп бастаймын закрепканы беріп. Ал мына жер ашық қалады. Булавкамды аламын. Енді көтеріп. Мінекей, біздің екі жерді қосып тіккен жеріміз. Осыны осылай қойып, мына арасын ашып, жақсылап пар беріп тіктеп аламыз. Ортасында ашық қалған жерімізде осылай екі жаққа қарай қаратып тіктеп аламыз. Бұл ашық қалған жерге түйме қойып жүрсеңіздер де болады. Мен осылай ашық болып тұрғанын қалап тұрмын. Біздің осымен пододеяльнигіміз дайын. Енді бізде тек наболочка ғана қалды. Мінекей, наболочканы да мен пішіп дайындап қойған болатынмын. Енді осыны ашып, қазір бірінші рюшкамызды жасап аламыз. Яғни рюшкада да бізге бірінші сборканы жасау керек. Мінекей, мен ұзын рюшкаларым осыны қазір екі бүктеп, бірінші түктеп аламын. Содан кейін сборка жасаймын. Мінекей, екіге бүктеймін. Қойып түктеп аламын екеуінде.
мінекей екеуін үтіктеп алдық. Енді мына жерден тігіс жүргіземіз қазір. Тігістің жиілігі 5 мм. Потому что бізге сборка жасау керек, сол үшін 5 мм-де тігіс жүргізетін боламыз. Закрепкасыз, одан кейін оны тартып, сборка жасайтын боламыз. Закрепка бермейміз. Закрепкасыз тігіп алдық. Енді мына бір жібін былай шығарамыз. Тек бір жібін ғана тартатын боламыз. Сосын бізге керек сборкамызды шығарып аламыз. Осы бір жіпті ғана тартып отырып, осылай бізге сборка шығады. Мінекей рюшкамызды, яғни жастығымыздың жиегінде тұратын иеліктерімізді дайындап алдық, өзімізге керек размерде. Енді мына екі шетін бір-бірімен біріктіретін боламыз. Ашып тұрған жеріне мінекей осылай ашып, бір қабаттан осылай тігетін боламыз. Енді осыны қазір жастығымызға булавкамен қыстырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте бізде барлық бөліктерін біріктіру ғана қалды, иә? Мінекей біздің бөліктеріміз. Осының үстіне біз қазір рюшкамызды айналдыра қойып шығуымыз керек, иә? Мінекей рюшкамызды, тігілген тігіс жағымызды осылайдан қаратып қоямыз. Және айналдыра булавкамен қыстырып шығамыз, иә? Мінекей рюшкамызды осылай айналдыра булавкамен қыстырып алдық. Жастығымыздың бір бетіне үлкен қылып кесіп алған жеріне, яғни. Енді осының бетіне мына екі бөлігіміз, біреуі ұзын, біреуі кішкентайы, который мінекей ішке қарай екеуінде 2 рет 2 сантиметрден осылай қайырып үтіктеп алдық. Осылайынан. Кішкентай бөлігіміздің ұзын жағын қайырдық ішіне қарай. Ал ұзынның кішкентай жағын ішіне қарай 2 рет қайырып 2 сантиметрге осылай үтіктеп алдық. Енді кішкентайымызды бері қоя тұрып, үлкенімізді осылай қоямыз. Үлкенді осылай қойған кезде мына жері жастықтың астындағы рюшка ілінген жағына төбесі 1,5 сантиметрдей осылай жетпей тұру керек. А былай тұратын болса, бұл ашқан кезде қайырылып некрасиво болып қалады. Сол себепті осы именно қайырып үтіктелген жерден төбесінен 1,5 сантиметр бізде қалуы қажет. Ал қысқа бөлігін осының үстіне осылайынан қоямыз. Осылайынан қойып, осылай шеттерін барлығын тігіп шығатын боламыз. Оны тікпестен бұрын бірінші бізге қайырып үтіктеп алған жерімізді нараға жақын етіп 0,2 мм-де закрепка беріп тігіп аламыз бірінші екеуінде. Содан кейін тура осылай қойып, жан жағының барлығын қосып шығатын боламыз. Мінекей бөліктердің барлығын қоспастан бұрын қайырып алған жерімізді бірінші тігіп алайық. Мына жерге жақын етіп аламыз. Закрепка береміз. Тігістің жиілігі 3 мм. 2,5 мм тіксеңіздер болады. Жиі болғанын қаласаңыздар. Бисмилlah.
мінекей ұзын бөлігіміздің де қысқа бөлігіміздің де қайырылған жерін тігіп алдық. Енді қазір рюшка булавкамен қыстырылған бөлікке видеода түсіндірілгендей алдында қосып шығатын боламыз төрт шетінде. Мінекей енді төрт бұрышын тігіп шығамыз. Мындай шығып тұрған жіптерді сразу қырқып алып тастап отырамыз. Мінекей айналдыра төрт бұрышын тігіп алдық. Булавкаларымызды алып тастаймыз. Мына жиектерін сіздерде бытовой машина болатын болса, сонымен зигзаг тігіспен өңдесеңіздер болады. Немесе оверлоктарыңыз болса, оверлок машинкасымен де өңдеп жүрсеңіздер болады. Мен бұны қазір оверлок машинкасымен жан-жағын өңдейтін боламын. Және де тура осылай екінші жастығымызды да, үшінші, төртінші қанша жастық бар сізде, солай тіксеңіздер болады. Қазір барлығын оң қаратып, матрасыма простынямды төсеп, қалай шыққанын көрсететін боламын сіздерге.